Лонгридж компаниясының маркетинг жоспары. Лонгридж ұзақ байлық деген мағынаны береді. Рынокта 1986 жылдан бері 40 жыл жұмыс жасап тұрған компания 2006 жылдан бері 20 жыл сет саласында жұмыс жасап жатыр. Америка, Европа, Сингапур, Южная Корея, Африка сынды 60-тан астам мемлекетте жұмыс істеп жатыр. 2000-нан астам өнімі бар, косметика, мыломойка, БАДы, ыдыстар, лечебный кроссовки сынды өнімдері бар. Компания өзі өндіреді, өзі зерттейді, шикізатты өзі өсіреді, өздері құяды, құтысынан заводтары бірыңғай автоматтандырылған, яғни автоматтар жұмыс жасайды. Енді маркетинг жоспарына келетін болсақ, накопительная, яғни жинақталмалы классика. Бірінші даймонд 15500 теңгеге. 15500 теңгеге келген адам бірінші даймонд статусында болады. Келесі статустарда ақшамен тіркелуге болады, немесе жаңағы команда арқылы көтерілуге болады. Бұл жерде кез келген суммаға тіркелген адам 5000 теңгеден бастап 50%, 60% және 70% скидкаға ие болады. Содан кейін сіздер мысалы біріңіз алдыңызда 15500 теңгеге тіркелдіңіз, сізде 15% реферальный бонусыңыз бар. Содан кейін 5 адамды жаңағы тіркелдіңіз 15500-ге, сіз уже автоматтан 19%-ға көтерілесіз. Мына жерде 15% едіңіз ғой, 5 адамды тіркелгеннен кейін 19%-ға көтеріп тұрсыз. Ары қарай оларды өсіріп, товар-оборот көбейген сайын сіздің статусыңыз көтеріле береді. Не болмаса ақшамен, мысалы 5000-ға тіркелген адам 10500 теңге төлеп 15500-ге көтерілуге болады. 15500-ге тіркелген адам үстіндегі 55500-ді қосып 71000-ға пакетті көтеріп алуға болады. Немесе мынау 4 даймондқа дейін ақшамен көтерілуге болады. 4 даймондқа дейін. Ары қарай 5-ші даймондтан бастап строго товар айналымымен көтерілеміз. Енді қараңыздар, 4 даймондты тоже товар айналымымен жасауға болады. Сіз күллі командаңызбен 1 630 000 товар-оборот жасайтын болсаңыз, сіз автоматтан 4 даймондты жабасыз. Көрдіңіз ба, сондықтан статус шабу үшін немесе пакет көтеру үшін ақша көп сала берудің қажеті жоқ. Бір ғана 15500-мен тіркеліп, ары қарай командамен жұмыс жасау арқылы сіз не істей аласыз? Пакеттерді де көтеріп, статусыңызды да көтеріп жұмыс жасай аласыз. Енді бонустарға келейік. Реферальный бонус. Реферальный бонус сіздің мына тұрған пакетіңізге байланысты, яғни даймондыңызға байланысты. Чека 7-ші клубинаға дейін төленеді. Чека-чеканы түсініп отырсыздар ғой. Сіз шақырған адам табыс тауып жатса, сіз одан табыс аласыз. Оның шақырып жатқан адамы табыс табатын болса, одан да сізге де оған да төленеді. Оның шақырған адам табыс тапса, оған да сізге де бәріне төленеді. Сөйтіп 7-ші клубинаға дейін сіз чека-чек алып жатасыз. Одан кейін рефералка от рефералки деген бар. Реферальный бонус бұл жерде шексіз төленеді. То есть сіз мынау глубина кете береді да, бірден кейін бірі реферал алып, жаңа адамдарға осы күллі глубинадан реферальный бонус ала бересіз. То есть шексіз реферальный бонус бар бұл жерде. Одан кейін мысалы сіз өзіңіз 23%-лықта тұрсыз, иә? 3 даймондтықта тұрсыз. Сіздің шақырған адамыңыз 2 даймондта тұр деп айтайық. Мынау жаңағы сіздің шақырған адамыңыз тағы да бір лишник тіркеп реферальный бонус алып жатса, сіз оның арасындағы разницаны аласыз. Көрдіңіз ба? Яғни 23 пен 19-ның арасындағы 4%-ті компания сізге төлейді. Осындай реферальный бонус тағы да бар. Одан кейін сіз когда 5 жылдызды жапқан кезде 5 жылдызды жабу үшін бүкіл командамен 15 миллион товар-оборот жасаса болды, сіз 27%-лық 5 жылдызды даймонд боласыз. 5 жылдызды даймонд болған кезде сізге командный бонуспен дивиденд қосылады. Командный бонус деген не деген сөз? Сіздің бір айдағы күллі команданың товар оборотынан, товар айналымынан компания сізге процент төлейді. Ал дивиденд деген не? Дивиденд күллі СНГ-ның товар айналымынан 1,5%-ды 5, 6, 7 даймондтардың арасында бөліп төлеп береді. Өздерінің кестесі бар салатын, иә. Одан кейін бұлар мысалы реферальный, чека-чека и реферал от рефералки бұлар күнделікті табыс болса, күнде түсетін табыс болса, мына екі табыс ай сайын түседі, ай сайын. Ал мынау бонустар жылына бір рет шешетін табыс, жылына. Ол қалай? Сіз бір даймондтан бастап, сіздің шотыңызға компания өзі есептейді, автобонус пен саяхат бонусын төлеп отырады, иә? Екеуіне де ақша салып отыр. Сіздің кабинетіңізде ондай ақша түсетін не бар, кошелек бар. Соған түсіп отырады, и сіз жылына бір рет осы бонусты шешіп алып отыруыңызға болады. Сосын саяхаттағыңыз келсе, саяхат жасауыңызға болады сол ақшамен. Одан кейін қайталама сатуынан түсетін пайыз бар. То есть сіздің командаңыздағы мынау тіркелген адамдардың барлығы жаңағы адам повторный товар-оборот алып жатса, біреу кастроль алып жатыр, біреу стакан алып жатыр, біреу жаңағы қазір БАДын алып жатыр, иә? Біреу косметикасын алып жатыр деген. Осылардың барлығының товар айналымынан сізге повторный товар-обороттан процент түсіп отыр. Осындай табыс көздері бар маркетинг жоспар.